What's up, everybody? UFC President Dana White here. UFC президенті ретінде Дана Уайт мұндай үлкен жетістікке тек іскерлік қабілеті мен қатаң есептің арқасында ғана жеткен жоқ. Ол осы жылдардың бәрінде өз ісінің нағыз жанкүйері болып қалды. Ал ММА-ның кез келген жанкүйері сияқты Дананың да өзіне ұнайтын жекпе-жектер тізімі бар. Олардың әрқайсысы Уайт үшін де, жалпы жекпе-жек әлемі үшін де ерекше мәнге ие. Ник Диаз 2006 жылы UFC-ден кетіп, Pride, Elite XC және Dream ұйымдарында өнер көрсетті. Кейін ол Strikeforce торында өз орнын тапты. Ол кезде компания танымалдықтың шыңында тұрған еді, ал Диаз оның басты жұлдыздарының бірі болды. Жартылай орта салмақта чемпиондық белбеуді жеңіп алып, оны 2 рет қорғады. Келесі қарсыласы британдық нокаутер Паул Дейли болды. Бір кездері Дана Уайт Дейлиді гонктан кейін соққы жасаған үшін UFC-ден қуып жіберген. Ал енді Уайт Лоренцо Фертитамен бірге көрермендер залында отырып осы жекпе-жекті бақылап отырды. Диаз айқасты өзінің дәстүрлі трэш-токтарымен бастады, ал Дейли жауапты жұдырықпен қайтарды. Ник тез есін жиып, қарсыласына өз коронкаларын көрсете бастады. Енді қорғануға Дейли мәжбүр болды. Қысқа ғана партердегі үзілістен кейін Ник қарсыласын қолмен соққылап талқандауды жалғастырды. Полдың соққылары әлі де қауіптеді. Ол әр соққысына бар күшін салып тез шаршай бастады. Диаз жекпе-жекті толық бақылауына алғандай көрінді. Тіпті босаңси бастағандай болды, бірақ бұл қателік еді. Айқас тоқтатылуға шақ қалды, алайда тоқтатылмады. Ақыры Диаз шешуші шабуылға шығып, жекпе-жекті мерзімінен бұрын аяқтады. Бір ай бұрын ғана Фертита ағайындылары Strikeforce ұйымын сатып алған еді. Дана Уайт бастапқыда промоушн өз алдына жеке жұмыс істейді деп мәлімдеді. Бірақ көп ұзамай UFC олардың басты жұлдыздарын өзіне тартып алып, кейін ұйымды мүлдем жапты. Диаз Дейлимен жекпе-жектен кейін бірден UFC-ге өтті. Кейін Уайт оны Джордж Сент-Пермен жұдырықтастырды және бұл жекпе-жек шамамен 1 миллионға жуық ақылы трансляция сатты. Никтің UFC-дегі карьерасы сәтсіз өрбігенімен, оның Strikeforce'тағы соңғы айқасы ММА тарихының алтын қорында мәңгі қалды. Ал Робби Лоулер туралы айтсақ, ол ұзақ уақыт өз шыңына шыға алмады. Strikeforce'та 3 жеңіс пен 5 жеңілістен тұратын теріс рекорд жинап, кейін UFC-ге оралып, карьерасын қайта жандандырды. Салмақ дәрежесін жартылай орта салмаққа ауыстырып, реваншта Джонни Хенриктан чемпиондық белбеуді тартып алды. Алғашқы титул қорғауында оған 24 жастағы канадалық феномен Рори Макдоналд қарсы тұрды. Рекорды 18 жеңіс, 2 жеңіліс. Қызыл патша 21 жасында UFC-де дебют жасап, екінші жекпе-жегінде ақ Карлос Кондитпен айқасты. Рори мен Робби алғаш рет 2013 жылдың қарашасында кездесіп, сол кезде Лоулер төрешілердің бөлек шешімімен жеңіске жеткен еді. Титулдық реванш олардың текетірестеріне нүкте қою тиіс болды. Бастапқы раундта олар бір-бірін барлап сақ қимылдады. Рори екінші номермен шебер жұмыс істеді, ал Лоулер агрессивті болуға мәжбүр болды. Қашықтықтағы айқаста басымдық канадалықта еді. Бірақ Роббидің соққы күші шешуші рөл атқарды. Ол қарсыласының мұрнын сындырып жіберді. Жекпе-жек барған сайын қанды әрі ашық сипатты алды. Макдоналдтың жүзі танымайтындай халге жетті. Соған қарамастан ол да финишке жақын болды. Сәтті хайкикпен раунд соңын өз пайдасына жазды. Чемпион теңселіп кетті. Келесі раундта Рори екінші тынысын ашып, бірінші номермен жұмыс істей бастады, ал Лоулер қорғануға көшті. Алайда чемпионның берілмейтінін түсінген Макдоналд тактикасын өзгертіп, Роббиге қалпына келуге мүмкіндік беріп қойды. Соңғы раунд алдында екеуі ММА тарихындағы ең есте қаларлық стейрдаундардың бірін сыйлады. Бесінші раундта олар айналма жол іздемей ашық айқасқа көшті. Ақыры Рори шыдай алмады. Лоулер техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Турнирден кейін Дана Уайт бұл жекпе-жек UFC тарихындағы ең үздік айқас деп атады. Рори тордан шыққан кезде одан қазір қай жыл деп сұрады, ал ол жауап бере алмады. Бұл жекпе-жек екі жауынгердің де жеңіске деген құштарлығының қандай деңгейде болғанын көрсетті.
Кейін Рори шын мәнінде қай жыл екенін білген, бірақ жеңіліске қатты қапаланып, жауап бергісі келмегенін айтты. Бұл жекпе-жектен кейін екеуі де бұрынғыдай болмады. Макдоналд келесі айқаста жеңіліп UFC-ден кетті. Лоудер де ұзақ уақыт шыңда қала алмады. Тайрон Вудлиден титулынан айырылғаннан кейін ол тек бірнеше ғана жеңіске қол жеткізді. Бір кездері Рори мен Робидің өзара жекпе-жегі екеуінің де карьерасындағы шарықтау шегі әрі бір мезгілде құлдырауы болды. 2003 жылы әлемдегі басты MMA промоушені UFC емес еді. Ол атақ аңызға айналған жапон ұйымы Pride Fighting Championship'ке тиесілі болатын. Дана Уайт жапондарға өз файтерлерінің мықтылығын дәлелдеуді армандады. Сол себепті ол күншығыс еліне аттанып өзімен бірге Чак Лиддилді алып барды. Чак қарсы ұйымның чемпионы Вандерлей Силваға шақырту тастауды жоспарлады. Біз олармен үнемі сөйлесіп жүрдік. Бір күні Чак пен Вандерлейдің жекпе-жегін ұйымдастырсақ, жеңімпазға $250 мың беремін дедім. Алайда Силваға жету үшін алдымен Гран-при турнирінің торынан өтуі керек болды. Чактың алғашқы қарсысы жас голландиялық соққышы Алистер Оверим еді. Оверим қонақты қуатты тізе соққысымен қарсы алып, Чакқа күрес базасын еске түсірді. Голландық дәл соққыларын жалғастырды, бірақ тейкдаун өткізіп алды. Жерде Чакта Оверимнің әйгілі гелатинасы күтіп тұрды. Чакта тіземен жұмыс істей алатынын көрсетті. Босап шыққан Оверим реванш алғысы келгендей шабуылдады. Бірақ әдеттегідей бәрін бір дәл соққы шешті. Мен бұл жекпе-жекке барымды салдым. Сол кезде терең тыныс алып, Вандерлей мен Чактың міндетті түрде кездесетінін білдім. Алайда Чак Гран-при финалына жете алмады. Ол Куитон Джексонге есе жіберді. Чак пен Силва тек 4 жылдан кейін ғана екеуі де өз шыңына жеткен кезде ғана кездесті. Соған қарамастан олар 2007 жылдың ең үздік жекпе-жектерінің бірін сыйлады. Уайттың қуанышына орай Чак жеңіске жетті. Pride ұйымын сатып алардан 2 жыл бұрын UFC-дің өзі банкрот болудың алдында тұрған еді. Фертит ағайындылары промоушнды өз қалтасынан қаржыландырып, орасан ақша құйды, бірақ компания пайда алып келмеді. Соңғы үміт реалити шоу Тафта болды. Оның табысы компанияны құтқаруы мүмкін еді, ал сәтсіздік UFC-де толық құрдымға жіберер еді. Шоуда 2 салмақ дәрежесіндегі файтерлер UFC-мен келісімшарт үшін күресті. Жартылай ауыр салмақ финалында Форест Гриффин мен Стефан Бонар кездесті. Бастапқыда олар сақ бастады, бірақ алғашқы алмасудан кейін айқас қыза түсті. Жақын қашықтықта Гриффин сәттірек жұмыс істеді, ал Бонар оны ашық рубкаға тартуға тырысты, және бұл қолынан келді. Техника кей сәтте кейінге ысырылып, мықты екпен төзімділік алдыңғы орынға шықты. Раунд соңында Бонар сәтті шабуыл жасады. Гриффин тейкдаунмен жауап берді. Тіпті армбарға шықты, бірақ Конг бәрін тоқтатты. Екінші раундта Форест жақын қашықтықта мүмкіндігін іздеді. Бонар әр соққысына бар күшін салды. Тізе соққылары жүріп жатты. Гриффин тағы да күреске жүгінді, бірақ күші азайып бара жатты. Қарсыласы оны оң қолымен қайта-қайта дәл ұрды. Үшінші раунд кик алмасумен басталды. Екеуі тағы да бір-біріне жабысты. Бұл жолы Гриффин дәлірек болды. Конгқа 30 секунд қалғанда Бонар айналмалы соққы жасады. Кейінгі соңғы күшпен жасалған алмасулар шоу тарихының шарықтау шегіне айналды. Төрешілер шешімімен жеңіс Гриффинге берілді, бірақ UFC келісімшартын екеуі де алды. Гриффин мен Бонар айқасы промоушн тарихындағы ең маңызды жекпе-жек. Ол UFC-ді, біздің ақшамызды және бүкіл кәсіби MMA индустриясын құтқарды. Осы екі жігіт болмағанда спорт әлі де андерграундта қалар ма еді. Мен мұны ешқашан ұмытпаймын. Сүйікті жекпе-жегі жайлы сөз қозғағанда Уайт әрдайым Мэтт Хьюз бен Фрэнк Триг арасындағы реваншты айтады. Хьюз бос қалған жартылай орта салмақ чемпиондық белбеуін Джордж Сен-Пьерді жеңіп алғаннан кейін иеленді. Бұл белбеу BJ Penn UFC-ден кеткен соң бос қалған еді. Чемпион ретіндегі алғашқы айқасы Тригпен реванш болды. Олар 2 жыл бұрын кездескен. Сол кезде Хьюз жеңген еді. Содан бері араларында жиналған өшпенділік бұл жекпе-жекті нағыз соғысқа айналдырды. Триг тейкдауннан кейін клинчте чемпионға тіземен соққы дайындады.
Бір соққы қуық аймағына тиді, бірақ төреші оны байқамады. Дрейк мүмкіндікті пайдаланып шабуылға шықты. Тұншықтыру әдісін жауып, чемпионды ауа жетпей қиналтты. Бірақ бұл да жеткіліксіз болды. Кезек қарызды қайтаруға келді. Енді Хьюз қарсыласының үстінен соққылап, жағдай айна қатесіз қайталанды. Чемпион дәл сондай тұншықтыру әдісін жасап, трик берілуге мәжбүр болды. Көрермендер керемет камбэкке куә болды. 2015 жылы Уайт бұл жекпе-жекті UFC даңқ-залына енгізді. Соңғы 10 жыл бойы миллион рет айттым. Хьюз бен трик реваншы UFC тарихындағы ең сүйікті жекпе-жектерімнің бірі. 4 минут 5 секунд ішінде олар бәрін көрсетті. Дана Уайт спортты дамытып жүрген адам болғандықтан өз өнімін мақтаудан ешқашан тартынбайды. Дегенмен оның таңдауларымен көп жағдайда келіспеу қиын. Егер видеоны аса лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыз.